Қайырлы күн, құрметті көзі қарақты біздің Сертинформ подкастының тұрақты көрермендері. Бүгін біздің студияның қонағы киелі бай өлке Қордай ауданының әкімі Бекзат Сейсенқұлұлы. Қайырлы күн, Бекзат Сейсенқұлұлы. Сіз Қордай ауданын тізгін алғалы неше уақыт болды? 3 жыл болды. 3 жылдың көлемі. 3 жылдың көлемінде басты жетістіктер қандай болды ауданның? Жалпы енді биыл жыл қорытындысымен ауданымыздың әлеуметтік экономикасының көрсеткіштерінің барлық саласында оң динамика қалыптасып отыр. Тамаша. Енді қуанатындай іске тоқтайтын болсақ, мақтанатындай. Ауданымыз жалпы ауыл шаруашылық саласындағы аудан ғой, бізде ауыл шаруашылық саласы жақсы дамыған. Аудан тұрғындары бізде мал бордақылаумен жақсы айналысады. Суды үнемдеу технологиясы жақсы дамыған аудандардың бірі. Тамшылату әдісі бар, жаңбырлату әдісі бар деген сияқты. Енді біз биыл осы ауыл шаруашылық саласына өндіріс ауданына ретінде көрініп келетіміз. Өйткені ауданымызда биыл жылына 1,5 миллион тонна цемент өндіретін завод қолданысқа берілді. Көрсем деген завод, көрсем деген. 600-ге жуық тұрақты жұмыс орны құрылды. Жобаның құны 50 миллиардтан асты. Сол завод қолданысқа беріліп, ауданның тұрғындары сол заводқа жұмысқа кіріп, өте бір қуанышты. Енді ол әрине түсінесіз, ауданның экономикасына үлесін қосады, кіріс көзін көбейтеді, салық мәселесі көтеріледі. Екінші қуанатын үлкен мәселе, ауданымызда биыл осы қыркүйек қазан айында екінші заводтың құрылысы басталды. Қордай ауданының Соғанды ауылында жылына 500 мың 1 миллионға дейін руда өндіретін, алтын өндіретін заводтың құрылысы басталды. Құны 47-48 миллиардты құрайтын завод. Ол завод уже толықтай жұмысын бастап, құрылысының биыл жылдың қорытындысымен 10 миллиард теңгеге жуық инвестиция кіргізді. Оборудованиялар келіп жатыр. Заводты қолданысқа 2027 жылдың басында бергелі отырмыз. Ол заводта да, Алла қаласа, 500-ге жуық тұрақты жұмыс орын болады. Осы екі үлкен завод біздің үлкен қуанышымыз. Өйткені өзіңіз білесіз, мемлекет басшысы қазір басты назарда елімізге инвестиция кіргізіп, экономикасын көтеруді бірінші алдағы жоспардың біріне қойып отыр. Енді аудандағы бұның бәрі жақсы іргелі істер ғой. Енді шешімін таппай тұрған бір осындай мәселе бар ма ауданда? Сізге дейінгі көп мәселе болды, әрине. Көп мәселе шешімін тапты. Енді шешімін таппай тұрған суармалы су мәселесі. Жаңа әріптесімізге айтып өттім, тағы да айтып өтейін. Су аудан тұрғындары жалпы өзімізде көп жылдан бері осы Қордай ауданына 3 су қойманың құрылысы жоспарланған. 2 жаңа құрылыс, біреусі модернизация. Масаншы ауылдық округінде Қарақоңыз су қоймасы бар. Соның көлемі қазір 9-10 миллион текше метр суды құрап отыр. Соны 2 есеге ұлғайту жоспар бар. Енді осы 3 су қойманың да жобалары әзірленді. Мемлекеттік сараптамадан, Қалғұты мен Қарақоңыз мемлекеттік сараптамадан шығып, бюджеттік өтінім берілді. Енді Ноғайбай ауылының су қоймасы енді өте үлкен су қоймалардың бірі, 30 миллионнан астам текше метр су жиналады. Оның жобасы қазір мемлекеттік сараптамада. Енді жалпы алдымызда тұрған үлкен мақсаттардың бірі осы. Осы су қоймалар іске асса, шаруаларға су берсе, жақсы бізге бір серпін беретін еді. Сіз осы Қордай ауданына әкім болғанға дейін қандай қызметтерде болдыңыз? Осы мемлекеттік қызметте болдым. Облыс әкімінің аппаратының басшысының орынбасары болдым. Аудан әкімінің орынбасары болдым. Құзырлы органда да істедім.
мемлекеттік қызметте тәжірибеңіз жеткілікті? Енді көп емес. Енді камераның алдында ашық айтайықшы, жалпы Жамбыл облысындағы ең бай аудандардың бірі, халықтың әлеуметтік жағдайына қарап айтылады ғой бұның бәрі. Сіз әкім болып келгелі Қордай жұртында қандай оң өзгерістер болды? Енді бұндай сұраққа халық айтқан дұрыс шығар жауап берген. Өйткені халық баға береді ғой. Біз өз-өзімізге баға бере алмаймыз ғой. Әрине өз-өзімізге есеп берсек, ойлайсың бірталай тірлік істелініпті ғой деп. Ал жалпы енді оны бізге басшылар, облыс әкім баға береді, халық баға береді. Нақты. Шағын және орта бизнесті дамытуда қандай шаралар қолға алынған ауданда? Шағын және орта бизнесті, енді жаңа айттым ғой, ауыл аманат жобасын білесіз, ұлттық жоба. Үлкен серпінін берді. Жалпы біздің ауданда 6 округте іске асты. Көптеген тұрғындар кіші кәсіпорын ашты, мал бордақылау мәселесі бар, дүкен, парикмахерский деген сияқты. Осы мемлекет тарапынан енді біз жергілікті атқарушы орган болғаннан кейін біз заң орындаушы органбыз ғой. Біз осы мемлекет тарапынан осы ауыл аманаты жобасы жақсы серпінін берген, жақсы қолдау болған деп, әлі де осы болады деп күтіп сеніп отырмыз. Іске асқан жоба. Іске асқан жоба. Енді біз Сертин форум ақпараттық агенттігі Жамбыл облысының барлық аудандарында өзінің дәстүрлі осы сапарымен жүр. Мен үнемі айтып отырамын, мүмкін біраз адам келіспейтін шығар, әкімнің мықтылығы, әкімнің тегеуріні, оның өзінің әкім болған ауданына инвестиция тартуында. Сонымен бағаланады ғой. Сіз әкім болғалы қандай ауыз толтырып, айтарлық инвестициялар тарталдыңыз Қордайға? Енді қараңыз, дұрыс айтасыз, жаңа өзіңіз айтқандай, Қордайдың әуелеуі өте жоғары. Салыстырмалы түрде, Салыстырмалы түрде, Бізде министрліктің құрылыс және өндіріс министрліктің ақпараты бойынша ауданда Совет одағынан бері жер асты қойнауы жаңа зерделенген 12-13 триллионға жуық алтын қоры бар. Ақпарат ол бірнеше алтын кен орны. Енді қазір біздің жаңа айттым ғой, Шоқпар Гагаринский осы соңғы мына 3 жылда жаңағы барлау жұмыстары жүргізіліп, жер асты барлау жұмыстары жүргізіліп, 30 тонна алтын табылған. Осы үлкен инвестициялық жоба осы Шоқпар Гагаринский кәсіпорны. Енді 30 тонна деген ол үлкен көлем, түсінесе. Құны да жаңа айтып өттім, 50 миллиардтық жоба. Үлкен инвестициялық. Енді кіші инвестицияға келетін болсақ, көп жобалар іске асты. Мысалы, мына Сортөбе округінде жаңағы балық өндіретін форелевый шаруа қожалықтар бізде 2 ашылды. Енді көп майда ондай айта берсек. Жақсы. Сізге ірілерін айтып өттім, енді халық жақсы түсінетін, ауыз толтырып айтатындай. Көп ұлтты ауданда татулық пен бірлікті сақтау қалай жүзеге асуда? Енді бұл күрделі мәселе. Түсінесе. Жалпы қазір бізде халық саны 160 мыңға жуық құрап отыр. Оның 40%-ға жуығы өзге ұлт өкілдері. Енді біз жергілікті атқарушы орган ретінде біз жалпы жұмысты енді қалай неғыламыз, жоспарлаймыз. Нақты қазіргі жағдай қандай, тұрғындардың жағдайы қандай деген секілді әлеуметтік проблемалар бір салада проблемалар бар ма? И ол проблемаларды біз қалай шешеміз? То есть қазіргі жағдай күрделі мәселе, оны шешу жолдары. Сол үшін мемлекет тарапынан жалпы осы біздің аудандағы халықтың аузында шешімін таппай жүрген бүткіл инфрақұрылым мәселесі. Жол, ауыз су, газ, электр жарығы, спорт нысандары, мектеп, балабақша, көп салаларда
80-90%-ға жеткен көрсеткіштер. Мысалы жаңағы 19 округтың қазіргі таңда 11 округінде заманауи спорт нысан салынды. Физкультурно-оздоровительный комплекс дейді, ФОК дейді ғой. Енді жаңа жолдарды айттым, газ мәселесін айттым. Енді тұрғындарға бүткіл жағдай жасалып отыр ғой. Тек қана еңбек ету керек, тату-тәтті өмір сүру керек, балаларға жақсы тәрбие беру керек. Дұрыс айтасыз. Өйткені мемлекет өз тарапынан бүткіл жағдай жасап келе жатыр. Енді әрине алдымызда да әлі көп мақсат бар, көп жұмыс бар істейтін. Енді оны бірлесіп Алла қаласа іске асырамыз. Біз жаңа аудан тұрғындармен кездескенімізде мәселе бар, бірақ шешімін табу баяу дейді. Бұл сынмен келісесіз бе? Нақты қандай мәселе? Мысалға кәсіпкерлер өздеріне тиесілі бір 3-4 соттық жер алу үшін қиын дейді. Бір бутик ашқанға, киоск ашқанға. Жер кодексінің талабына сәйкес кәсіпке қатысты жерлер аукционға шығарылады. Аукционмен сатып алыну керек. Енді ауыл шаруашылыққа қатысты жерлер конкурспен беріледі. Бізде енді әр округ әкімінің өз құзыретінде кәсіпкерлері округке келеді, округ әкімге жаңа қажетті жер бос болса ұсынады, арыз шағым береді. Оны жер бөлімі жобасын жасап аукционға шығарады. Егер сол жұмыстар мысалы шешімін таппай жатса, сол арыз шағымдар шешімін таппай жатса, ондай тұрғындар маған келеді. Қабылдауға жазылады. Қабылдаудан тыс келіп жатады. Принципе жаңа өзіңіз көрдіңіз. Ешқандай кіру проблема жоқ. Кез келген уақытта тұрғындарды қабылдаймыз, мәселесін қараймыз. Нақты осы мәселемен маған тұрғындар қайрылған жоқ. Әлі қайрылған жоқ. Жаңа өз сөзіңіз айтып өтіңіз ғой, инвестициялар кәдімгідей ауыз толтырып айтарлықтай инвестиция тартылған ауданға. Енді осының көрсеткіштері күткен нәтижедей болмаса, бұның кемшілігі кімде? Әрине аудан әкімде. Аудан әкімде. Әрине. Өте дұрыс айтасыз. Бірінші басшының жұмысы ғой тікелей. Біздің жұмыс жалпы ауданның әлеуетін көтеру, халықтың, аудан тұрғындарының тұрмыстық жағдайын көтеру. Біздің мақсат сол ғой. Әкім ретінде жіберген сіздің ең үлкен қателігіңіз не? Бәріміз қателесеміз, ол заңды ғой. Әрине, қателеспейтін адам болмайды. Енді қазір былай ғой, ашық айтсақ, эмоция деген нәрсе бар ғой. Соны ұстау қиынды. Өте қиын. Көп басшылармен мен келіседі деп ойлаймын. Өйткені сен ішкі жұмысты біле тұра, ішкі жүйені біле тұра, мысалы оның проблемасын біле тұра, саған кейбір азаматтар жаңағы түрің бар демейді, жүзің бар демейді, бетке басып жаңағы бір не қылған кезде, или мысалы біздің ауданда қазір енді білетін шығарсыздар, үлкен инвестициялық жоба Мариям Голд деген компания министрліктен аукционнан кәдімгі жаңағы жер қойнауын аукционнан ұтып алып, мемлекет тарапына 370 миллион қаражат өтеп, мысалы барлау жұмыстарын жүргізгенге лицензия алып, мысалы келіп отыр. Барлау жұмыстарын жүргіземіз, тағы да бір завод, жаңа 2 заводты айттым ғой, мынау 3-ші завод. Сол Қарасай Батыр ауылы бар бізде, мысалы осындай үлкен жоба келіп тұр, кішкене тұрғындар тарапынан түсінбеушілік болып жатыр. Мысалы, түсіндіріп, оны жеткізіп, оның жалпы мемлекетке қаншалықты пайдасы бар, аудан тұрғындарына оның қанша пайдасы бар, соны жеткізу, оған білім керек, оған тәжірибе керек, мысалы. Және мінез де керек. Әрине. Сондай бір қиындықтар болады. Сондай кезде енді жаңағы бір қате деп көп шығар ондай қате. Енді оны да біз айта алмаймыз. Енді оны да тұрғындар айтатын шығар. Сіздің әкімдік мерзіміңіз қашан аяқталатын еді? Жалпы заң талаптарына сәйкес аудан әкім мерзімі 4 жыл. Алдымыздағы жылдың желтоқсан айында 4 жыл болады мен аудан әкім. Тұп-тура 1 жыл уақыт қалды. 1 жыл қалды. Қайтадан түсесіз бе сайлауға?
Енді хабардар шығарсыз деп ойлаймын. Осы жақында мемлекет басшысы еліміздің мемлекет бойынша түгел округ әкімдерімен кездесу болған болатын. Сол кездесуде осы сайлау мәселесі бойынша мемлекет басшысы пікірін айтқан болатын. Жалпы оны мемлекеттік қызметтер агенттігі бұл мәселеге не қылатын шығар деп айтамын. Енді бір заң жобасын қарастырып, сайлау бола ма или болмай ма деген сияқты, оны біз білмейміз ғой. Мейлі сайлау болсын болмасын, Бекзат мырза қайтадан әкім болғысы келе ме? Сұрақты тікелей қойыншы. Тікелей қойыңыз. Енді оны басшылар шешеді ғой. Біз енді мемлекет қызметкеріміз ғой. Бізге егер мемлекетке жалпы қажет болсақ, біздің іскерлігіміз қажет болса, халық тұрғындар оны қаласа баға берсе, оң баға берсе, әрине біз жұмыс жалғастырамыз. Егерде басқа жаңа басшы, жаңа көзқарас, жаңа ой керек болса, жаңа энергия деген сияқты, әрине біз қарсы бола алмаймыз ғой. Оны басшылар тарапынан шешім қабылдайды. Әкімдерде жеке өмір бар ма осы? Қалай? Әкімдерде жеке өмір бар ма? Әрине бар. Бәріміздің отбасымыз бар ғой, бала шағамыз. Біз осы барлық әкімдермен сұхбат алып келе жатырмыз. Көбісі айтады, ол бізде YouTube-та да тұр, әкімдерде жеке өмір жоқ дейді. Жоқ, келіспеймін. Сенбі күндері хабарласаңдар жұмыста, жексенбі күнде жұмыста, түнгі 12-де де жұмыста отырады. Әркім енді өзінің жеке пікірі шығар. Мен мысалы отбасым бар, жарым бар, 5 балам бар. Көп балалы әке екенсіз ғой. Тамаша. Ол әрине біз қалай отбасыға не бөлмейміз. Балалардың тәрбиесі бар, оның білімі бар. Мысалы, міндетті түрде уақыт бөлу керек. Сіз осы Қордай ауданының тумасысыз. Дәл бүгінгі күні, дәл осы сәтте Қордай ауданы әкімінің командасы бар ма? Командасы ма? Дәл бүгін осы аудан әкімшілікте әрине бар. Жалпы енді бұлай қалыптасқан, мен түсініп отырмын сұрағыңызды. Командаңыз кімдер? Команда жоқ. Бүткіл осы аудан әкімшілігінің ұжымы. Ұжымы. Бәрі команда. Өйткені бәріміздің мақсатымыз бір, бағытымыз бір. Қайтсек, Қордайды дамытамыз деген позиция. Еліміз көркейсе, дамыса, тұрғындардың тұрмысы жақсарса деген мақсат. Соның бәріне еңбек етіп жүрген жалпы әкімшілік емес, бүткіл мемлекеттік қызметкерлер. Бәрі ел үшін еңбек етіп жүр. Бізде қалай бар солай кетеді камераға, еш нәрсені кеспейміз, монтаждамаймыз. Жаңа өзімізді айттық қой, мықтаудан, баяудан деп, кәсіпкерлері мықты, шет жақтан келген инвесторлар бар бұл жақта. Сондай мықтылармен теке тіресіп, терезесі тең болып ауданды басқару қиын емес па? Енді үлкен кісі, енді қазақ үлкен бабаларымыздың бір айтқан жақсы сөзі бар ғой, мен есімде жоқ, кім айтқан. Басшы болу білімнен емес дейді, басшы болу мінезден дейді. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деп. Дұрыс айтасыз. Сол секілді бір ол Алладан берген бір мінез шығар. Оны әркім өз жұмысын істейді, өз деңгейінде, қолынан келгенше. Мен үшін енді қиын уақыттарда нелер болады бір. Кейде бәріне қолың бір сілтегін келеді. Бір жасап жатқан тірлігін көрінбей жатқан сияқты болады. Бір сонда бір хейтерлердің жұмыс істеп кететін кезең болады. Бірақ халық төреші, уақыт төреші ғой. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, ешқандай не кесіп алып тастамасаңыз, осы түсірілімнен. Енді көрермендердің үлкені де бар, жасы да бар, жасөспірімдер де көру мүмкін, Көреді. Сол үшін осы түсірімді қолдана бір не айтайық ойымды. Әрине. Жалпы мемлекеттік қызмет үлкен тәжірибе. Әр жұмыстың өз қиыншылығы бар. Толық келсем. Тек қана мемлекеттік қызметте емес, ол кәсіпте де өз қиыншылығы бар. Көбісі ойлайды, бизнесмен болсам, бай болсам, оңай деп. Оңай емес. Оны көп кәсіпкерлер де айтады. Бизнестің де өз қиыншылығы бар. Жалпы мен үшін мемлекеттік қызмет ол үлкен тәжірибе. Ол нағыз білім ошағы, заң үйренетін, заң білетін,
елге қызмет жасайтын. Енді әрине кейде бағаланады, кейде бағаланбайды. Енді ол да бір сынақтың бір түрі шығар. Дұрыс айтасыз. Жалпы мен үшін енді ол тәжірибе ғой. Ол тәжірибе жинаған сайын, біліктілігің күшейген сайын сен енді ақылы бар адамға ол әрине бір шетінен үлкен абырой, күш те береді и жақсылық қой жалпы. Ал әкім дегеннің өзі бұл абыройдан гөрі жауапкершілігі ауыр сияқты. Қазіргі заман сондай. Енді құрметті Бекзат мырза, біздің студияның дәстүрлі сұрағы, одан ешқандай әкім қашып құтылған жоқ. Бекзат Сейсенқұлұлы әкім болмағанда кім болар еді? Өйткені тақ пен табыттың егесі жоқ. Әрине. Сіз де біреудің орнына келдіңіз, ертең сіздің орныңызға бұл креслоға басқа адам келеді. Әрине, міндетті түрде. Енді жалпы мемлекеттік салада, қызмет саласында сала көп қой. Әкімшілігі бар, құзырлы органы бар, министрлік көп қой енді білесе. Енді шақырған жерге баратын едік, қандай ұсыныс болады? Басшылық болсын, атқарушы, бізде енді ондай бір амбиция жоқ. Тек қана бірінші басшы болайық, тек қана әкім болайық деген. Қай жерде мен пайдалы болам, елге сол жерде қызмет жасаймын. Нағыз азаматтық позиция деп есептеймін. Мен сіз ашық айтыңыз, мен ашық жауап бердім. Рахмет. Мен біліктілігім қай жерге пайда істейді, сол жерге қызмет жасаймыз. Жақсы. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің студиямыздың қонағы елі бай, жері бай, Қордай ауданының әкімі Бекзат Сейсенқұлұлы. Құрметті Бекзат мырза, бүкпесіз әңгімеңіз үшін, ашық әңгімеңіз үшін, бізді осындай бір оң позицияда қарсы алғаныңыз үшін рахмет айтамыз. Әкім бол, халқыңа жақын бол дейді. Әрқашанда бәсіңіз мығым болсын, абыройыңыз асқақ болсын, халыққа жақын әкім болған деп халықтың есінде осылай қалуыңызға тілектеспіз. Өйткені сізде мінез бар, ресурс бар, білім бар, тек қана қазаққа қызмет ететін өзіңіз сияқты азаматтарымыз көп болсын. Рахмет. Сонымен бүгінгі біздің сұхбатымыз өзінің межесіне жетті деп есептейміз. Ой пікірлеріңізді өзіміздің YouTube каналда, Instagram каналында күтетін боламыз. Алаш серттен таймасын.